Профориентация деген ол не? Рилс салдым, айттым энергия туралы, и мен кейс айттым да ол жақта. Қараңыздар, сіздердің балаларыңыз қазір мектеп бітіріп жатыр. И менде мынандай кейс болды. Саны бестік, жаңа ол өзінің жолымен жүрмей, жаңа музыкальный школада болады, и 4 жыл уақытысы кетеді. Сонан кейін ол алады да Қытайға бизнес жасауға кетеді. Бұл жақта мамасының қалауы болып тұр да, ол жетістікке жете алмады, и ол оны музыкальный школаға берді. Бестік деген не системный адам. Бізге соны түсіну керек, ата-аналарға соны түсіну керек та. Екінші кейс, бестік почти генерал, бесте еще миссия бір. Қараңыздар. Бестік деген не системный, системада жұмыс жасай алмайды. И міне, уже пенсияға какой-то бар ғой, бір-ақ жыл қалған кезде, ол бәрін түгел тастайды, мундирін шешеді, и не істейді, бизнесқа кетеді. Бизнесте ол рахаттанады. Еще миссия бір, ол бизнеспен басқару керек қой енді. Мен өзімді алайық. Профориентация деген не? Егер де сіздер осыны білгілеріңіз келсе, соңына дейін мына видеоны тыңдап, өздеріңіздің достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Неге? Өйткені өте көп комментарий маған Инстаграмға келіп жатыр. Как только видеоны салдым, бітті профориентация деп, прямо тоқтамай, білмей 5000 адам жазып кетті. Енді бізге нені түсіну керек? Профориентация қалай саналынады? Ол сенің туған күнің, сонан кейін сенің миссияң 33 жаста кірген кезде уже сенің профориентацияң. Давайте мен өзім туралы айтайын, содан кейін сіздерге түсінікті болады. Менің туған күнім 18 февраль, мен 9-дықпын, бірақ миссия менің 6. Миссия 6 деген ол психология. Кезінде мен бизнес жасадым. Кезінде бизнестің түр-түрмен жасадым. Но 33 жасқа мен толған кезде почему-то мен увлекаться еттім да психологиямен, астрологиямен, нумерологиямен, солай ізденісте кеттім. И представляете, мен өзімді қанша жыл іздедім да, чтобы осындай деңгейге жетіп, өзімді кім екенімді табу үшін, маған тек қана осы ғылым ғана көмектесті. Хорошо, мен оны білдім, мен өзімді таптым, мен дамыдым, Ал білмей жүрген қаншама адам бар. Миссия 6 ол психология. Именно осы салаға келген кезде менің жаным рахаттана бастады, мен миллиондап ақша таба бастадым. И вот, значит, профориентация деген ол не? Қараңыздар. Сенің туған күнің, ол сенің түсетін институтың. Так? А сенің миссияң, ол сенің факультетің. Значит, точности біз оны отырып, прям высчитывать етуіміз керекпіз. Қай жаққа оқуға түсу керек, қандай профессияны таңдау керек. Мысалы, мен медицина саласына жүрдім. Мен почему-то мен прокурор боламын, мен судья боламын деп ойлап, кезінде өзімнің ойым ой сондай. Бірақ нормально ойлаппын да, өйткені оказывается болады екен істеуге. Но почему-то мен медколледжға түстім, соны бітірдім. И когда мен жаңағы медицина саласына жүрген кезде, мен, знаете, кайфовать етіп жүрдім. Не үшін? Өйткені 9 деген сан, ол медицинада как на службе. Түсініп отырсыздар ма? Это служение. Прямо мен служить еттім да, әппақ қалат, әппақ қалпақ, и прямо мен кайфовать етіп, прямо мен махаббатпен баратым ана жұмысқа. Но как только менің миссиям кірді, мен бұзыла бастадым. И вы представляете, менің миссиям кірген кезде мен жұмыстан уволиться етіп кеттім. Мен почему істегім келмеді. Көрдіңіздер ме, қалай өте маңызды. А егер де сол кезде менің мамам білсеші, сол кезде менің әкем білсеші, мені қай салаға беру керек еді. Мен сол кезде, сол моментте мені лучше психологияға беру керек еді. Значит, мен ертерек жетістікке жететін едім. Ертерек мен коуч болатын едім, ертерек мен психолог болатын едім. Сондықтан да өте маңызды өзіңнің профориентацияңды білу. И бүгінгі таңда бізге өте оңай. Кезінде, біз өмір сүрген кезінде бұл ғылым болған жоқ. Біз сол қиял әлемінде өмір сүрдік. Қаншама уақытымды, қаншама энергиямды, қаншама ақшамды мен лично өзім шаштым для того, чтобы өзімді тану үшін. Но сіздерге бүгін бәрі толы оңай. Алдың, есептеткіздің, консультацияда, коучингта соның бәрін толы беріп жатырмыз. Ол рахат емес па? Уже точности білемін да, немеремді қай жаққа беру керек екен. Потому что саны 3. Ол кім енді саны 3 деген? Ол наставник. Значит, сол салаға жіберу керек оны. Екілік ол кім? Психолог. И значит, менің ұлым бизнес жасады, но мен оны осы салаға алып бердім. Неге? Өйткені миссия 9 ода. И поэтому ол бүгінгі таңда ол тоже мен сияқты коуч. И нормально, бұл жақта реализация жүріп жатыр. Бізге самый главный бетеді қандай. Құдай саған қандай қабілет жіберді, қазақша жалпақ тілімен айтқан кезде, сол қабілетпен сен жүретін болсаң, сен с удовольствием, махаббатпен, ана өзіңнің профессияңды солай махаббатпен жасайсың.
Сондықтан да міндетті түрде бұны әр адамға білу керек. Егер де сіздерге осы тақырып қызық болып, прям какой-то бар ғой жүректеріңізден бір орын алған болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Консультацияға келіңіздер, коучинг сабақты өтіңіздер. Зато сіздердің уақыттарыңыз қысқарады, өмірлеріңіз ұзарады. Баршаңызға сәттілік.